Достар, каналға қош келдіңіздер. Ажырасқан жеңгем отынға шақырды, бірақ шындық мүлдем басқа еді. Қыстың ең суық күні еді. Ауыл тұманға оранып, бәрі үнсіз жатқан. Сол күні телефон шыр етті. Жеңгем хабарласты. Отын жарып бересің бе деді. Бірақ мен ол үйге барғанда отын ғана емес, тағдырым өзгеретінін білмеппін. Ажырасқалы бері жеңгем жалғыз тұратын. Ағам кеткен соң үйде өзі де өзгеріп кеткендей. Аула тап-таза, қар үстінде бір ғана із. Үй жылы, бірақ жылуы жетпейді. Отынды жарып болып ішке кірдім. Шай үстінде ұзақ үнсіз отырдық. Сосын ол баяу ғана жалғыздық қиын екен деді. Сол сәтте оның әлсіз емес, шынайы екенін түсіндім. Сол күннен кейін біз жиі сөйлесе бастадық. Алғашында жай ғана қолдау, бірақ уақыт өте арада сезім пайда болды. Бұл дұрыс па, әлде қателік пе? Ауыл заңымен иә, жүрекпен білмеймін. Ауыл сыбыры көп замай сыбыр басталды. Кеше түнде жарық өшпепті, таңертең ерте шығыпты. Әкем шақырып алып, ел не дейді деді. Ал мен не дерімді білмедім. Түнде жалғыз жатқанда өзімді соттаймын. Мен ағамның сенімін саттым ба, әлде жалғыз қалған адамға тірек болдым ба? Жауап табу қиын. Бір күні жеңгем кетейік бұл ауылдан деді. Мен үнсіз қалдым. Мен оны жоғалтудан қорықтым, бірақ бәрінен бас тартудан да қорықтым. Сол қорқыныш мені әлсіз етті. Ол бір күні бармай қойдым. Ол күтті. Көктем келді, қар еріді. Ол ауылдан кетіпті деген сөз шықты. Мен қалдым, бірақ жүрегім бос қалды. Қыс қайта келгенде қаталдым. Пеш суып тұр. Сенің жаққан отын керек. Қолтаңба жоқ, бірақ мен білдім. Мен бардым. Бұл жолы ол бұрынғыдан батыл еді. Жалғыздық ешқайда кетпейді екен деді. Ал мен бұл жолды кетпедім. Көктемде ол ішімде сенің аманатың бар деді. Сол сәтте бәрі өзгерді. Бұл сезім емес, бұл жауапкершілік. Ауыл ашық қарсы шықты. Ағайын жиналды, сөз айтылды. Бірақ біз шешім қабылдадық. 2 чемодан, бір үміт, бір сәби. Жаңа қала, жаңа бастама. Ешкім сөкпейді, ешкім сыбырламайды. Тек өзімізбен өзіміз қалдық. Бір түні ол біз бақыттымыз ба деп сұрады. Мен ұзақ ойланып, бақыт мінсіз өмір емес, бақыт өз таңдауынан қашпау дедім. Кейде өмір бізді дұрыс пен бұрыстың арасында емес, батылдық пен қорқыныштың арасында қалдырады. Бұл ауыл өміріндегі шынайы оқиға. Бір қысқы кеш, бір қоңырау және өмірді өзгерткен шешім. Кейде адам дұрыс пен бұрыстың арасында емес, жүрек пен қорқыныштың арасында қалады. Сен менің орнымда болсаң не істер едің? Пікірге жазып қалдыр. Және де құпия сырлар арнасына жазылып келесі бөлімді жіберіп алма.